ана дүние албырай, балбырай, үлбірей қапты. Бәрбір ертең қаусалады. Мына жұрттай, уана қапты. Жадырай, жамырай, қапты. Бәрбір ертең жау шабады. Жау шықты дегенше, жау шапты десеші. Онысы жамандық шақырып. Жейсің бе? Қарамайсың ба мұна сұлулықты? Пай, сайындаламай. Манаурап жатқан тау анау, балбырап жатқан бел мұнау. Мөлдіреп жатқан көл анау, жүлгеден жүріп тергізіп, жазыққа малын үргізіп, жайлауға ауыл қондырып, жадырап жатқан ел мұнау. Ақ шіргін, армысыз ана? Бар бол балам, ат үстінде сот жүрген кім десем ханем Әбілқайыр екен ғой. Сусынан алыңдар. Рахмет ана. Қайда жол тарттыңыздар? Мына жақтағы башқұрттар бір келі сөзге шақырыпты. Сонда барамыз. Башқұрттың қолығы қынабында дейтін еді, әйтеуір қазақ үшін қайырлы сапар болғай. Алла жолдарыңызды оңғарсын, ханем. Әмін. Хады Әбілқайыр келе жатыр дейме? Иә, біздің басымызға төнген бұл тарылту соның қолынан ғана келеді. Ереушілерді орыстар қамап тастады. Әбілқайыр шаушырек батыр, айтқаннан қайтпайды. Сол бір беткейлігін біз өз пайдамызға пайдаланамыз. Иә, башқұртты жер бетінде қалдырудың бірден бір жолы осы болыпты. Ардақты Әбілқайыр Махамбет қазы Бахадүр келе жатыр. Ханем, төрлеңіз. Ағайын, жағдайларыңды түсінемін. Арттағы қатын баланың жайына қабырғаларының қайсатын реті бар. Қанша дегенмен патшалықтары біраз жыл шайқасты. Қанымыз жақын, түбіміз бір. Ол жағын қазақта, башқұртта жақсы түсінеміз. Сол үшін бек ризашылығымды ғана білдіремін. Тілек қосып жатсақ, Алла жар болып айтқанымыз келер. Ләйім солай болсын. Әумей! Башқұрт жұртының бүгінгі таңда жер басып жүрген үлкен кішісі, әйел еркегі, олардан бұдан кейін жарыққа келетін үрім бұтағы. Қандас қазақ халқының ұлы әміршісі Әбілқайыр Махамбет қазы Бахадүр хан. Сізді Жаппарқақтың өзінен кейінгі ең үлкен қожасы деп танып, башқұрт жұртының және де башқұрт уәлиетінің ұлы ханы деп жариялайды. Я бісміллә! Ардақты Әбілқайыр Махамбет қазы Бахадүр хан. Дүние тұрғанша тұрғай. Сөйле, Қарабас. Ханым, сізге тізгінімізді ғана беріп қоймай,
тілек қосып, ниет қосып, туыста болғымыз келеді. Беу бәрекелді. Хан өзіңіз болғанда, ханшамыздың бірі біздің бауырымыз болған жақсы көреміз. Қарсылығымыз болмаса, біздің қалауымыз еліміздің ең қадірлі азаматтардың бірі Аударбай Есекеұлының қызы Зүбаржан. Жөн. Ата көрген, ана көрген тәрбиелі бала хан ием. Сегіңізге дақ түсірмей деп сеніп, тілегім бүкіл ел болып тілейміз. Беу берекел, жөнсіз. Онсыз да тілек қосып жатырмыз. Маған салсаңыз, артқан аманаттарыңыздан ақысқан ықылас жоқ. Менің көңіліме қарамаңдар, өз көңілдеріңе қараңдар. Уа патшам, бізге салсаңыз, көңілімізді айттық. Егер де біздің қызымыз жаудан беті қайтпаған арыстан төс қазақтың ұлдарына ана болса, ол бір мәртебе бізге. Сөзімізді тастамасаңыз болды. Ендеше сізге арнап ақша тіктірдік. Сонда барып неке құяйық. Хан ием, жүріңіз. Ардақты Әбілқайыр Мағамбетқазы Баһадүр хан, дүние тұрғанша тұрғай. Ханем, ел жаққа іс салмағалы екі рет айтуды. Не бұйырасыз? Елге адам жібер. Олар хабарсыз ғой. Жаңа ханшаны көшіріп әкетуге арыстанбай келер. Жолға қамданайық. Құп, ханем. Башқұрдың ең жақсылары сізбен сөйлестек деп жиналып отыр. Жақсы, тыңдап көрейін. Болып кетпей сұм ойран, көңілі күдік. Бұл не қылған шам? Сонау шам. Әне, айттым ба, әне, тағы түгір тағы не шабылды, тағы не қағылды,